замандастар, мен сіздерге өзімнің арнайы наурызға арналған екі өлеңімді айтамын. Біреуін оқимын, біреуін әнмен айтамын. Әнді сөзінде өзім шығарған супер басшылығы жүргізілмей болған. Бұл көктем. Ақындардың шабытын оятатын көктем, махаббаттың мәңгілік жүрететін көктем, нөсерлетіп ақ жаңбыр төгілетін көктем, құтты болсын адамзат мерекелі көктем. Наурыз тойын жетектеп жетіп келген көктем, ұят шығар үндемей құттықтамай өткен, мейірмен шапағат алып келген көктем, арман, бақыт, махаббат толып келген көктем. Оятатын адамды шырт ұйқыда жатқан, махаббат көп түнімен тереземді қаққан, құдіретті керемет қайран қалам көктем. 12 айдың ішінде елің сен көктем. Көктем айы самал боп, самайыңнан өткен, жұпарысын әлемге аямай-ақ сепкен. Қызыл жасыл гүлдер боп жайқалатын көктем, қызға ғашық жігіт боп гүлін алып жеткен, табиғаттың сыйлығын тартып өткен көктем, құстар келіп қиқулап ұя салған көктем, шашыратып шапағын шарқ тарапқа сепкен, алтын күні күлімдеп жылу төккен көктем. Құтты болсын адамзат, ұлы наурыз көктем, жон бол ағынан, ақ жабысын көктем. Рахмет.